Келесі сұрақ, жүйелік программалық жасақтама. Бізде программалық жасақтаманы ұбт-да PG деп те беру мүмкін, да, пожалуйста деген сияқты да. Бірақ олай емес. PG-ның 3 түрі бар. PG-ның жүйелік түрі бар, PG-ның қолданбалы түрі бар, PG-ның инструменталды түрі бар. Міне, осы жерде жүйелік деген бұл бізде Windows, Linux, жаңағындай macOS, үшін операционный системалар. Қолданбалы дегеніміз ол әртүрлі адамның ыңғайына қарайды. Сен не қалайсың, соны скачать етуге болады. Ол жерде көбінесе ойындары кіреді, қосымша мысалы бағдарламалар кіреді деген сияқты. Инструменталды ол біз код жазамыз. Бұл жерде көбінесе программистер қолданатын, жаңағыдай Python бар, сендер уже может қолданып жүрген шығарсыңдар. Бұл VS Code, Sublime Text деген сияқты, PyCharm деген сияқты бағдарламаларды біз не дейміз? Осы инструменталды программалық жасақтамаға жатқызады екенбіз. Ал мына сұрақтың жауабы бізде операциялық жүйелер.